Ертеде. Сиқырлы қысқы орманда аппақ атты сүйкімді үлпілдек қоян өмір сүрді. Ол әр таңды қар сылдырын тыңдап қарсы алатын. Бірақ бұл күн ерекше болды. Аспаннан жарқыраған қар қауырсыны түсіп, дәл оның аяғына қонды. Аппақ таңғалып, бұл ғажайыптың қайдан келгенін білуге жолға шықты. Жолда тиын, үкі және кірпіге жолықты. Бұлардың бәрі сиқырлы алаңға бар. Біреуге сенің көмегің керек, деді. Аппақ барған кезде жарқыраған алаңды және жел шайқап тұрған кішкентай қар құсының ұясын көрді. Қатты боран ұяны қирата жаздап тұрды. Аппақ қорықты, бірақ шегінбеді. Ол секіріп барып, ұяны денесімен жауып қорғады. Жарқыраған қауырсындар айналасында билеп, алаңды жылы нұрға толтырды. Құс оның мұрнына тиіп, «Рахмет, Аппақ, сен нағыз батырсың», деді. Аппақ жарқыраған орман мен үйіне секіріп қайтты. Ол кішкентай жүректе үлкен жақсылық жасай алатынын білді.